Сәлем қыздар, бүгінгі бірінші сабағымызда біз бисквит әзірлейтін боламыз. Бізге жұмыртқаның ағы мен сарысын осылай бөліп аламыз. Мінекей ыдысымыз таза болу қажет, шекерімізді, ұнымызды және разрыхителімізді осылай дайындап қоямыз. Сіздерге қатты ескертетін нәрсе, мінекей мына ыдыстарыңызда ешқандай су болмау керек, және жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлген кезде сарысы ешқандай да тамбау қажет. Мінекей бірінші осы ағын миксерлейсіздер. Миксерлеген кезде қарасаңыздар, аппақ осылай көпіршік болады. 3 минуттай миксерлейсіздер. Содан соң барып, ровно 3-4 минуттан кейін барып шекерді салып, крем тәріздес болғанша тағы да жақсылап тұрып миксерлейтін боласыздар. Кәдімгі кремге ұқсайтындай масса болады. Мінекей сіздерде менде видео ғана тез болып тұр, жылдам уақытта алмас үшін. Ал негізінде осылай тағы да 4 минут миксерлесеңіздер, осындай крем тәріздес болып шығады. Мінекей қараңыздар, узорлар түсіп жатыр, яғни узор түсті деген сөз, ол уже дайын болды деген сөз. Сонан соң барып жұмыртқаның сарысын саламыз. Қыздар, міндетті түрде осы реттілікті сақтаймыз. Ең бірінші жұмыртқаның ағын өзін ғана миксерлеп, сонан соң барып шекерді салып миксерлеп, одан кейін барып жұмыртқаның сарысын саласыздар. 2 минуттай миксерлейміз. 2 минутта мінекей осы сарғыш түске айналады. Енді бізге арқыры ұнымызды дайындауымыз қажет болады. Онда міндетті түрде електен өткізіп барып салыңыздар. Мінекей бізде массамыз дайын болып қалды. Енді ұнымызға кірсек, ұнымызға разрыхителін саламыз. Міндетті түрде елекпен өткізіп барып салыңыздар. Осылай лопатканың көмегімен араластырып алыңыздар және порционын салып отыратын боламыз. Мына жерде мінекей қарасаңыздар, мен електен өткізбей бірден лопаткамен араластырып жатырмын. Ешқандай миксер пайдаланбаймыз. Оны салғаннан кейін миксерді алып тастап, тек қана лопатканың көмегімен ғана араластырамыз. Яғни арасында ешқандай оның түйіршігі қалмас үшін сіздер міндетті түрде елек пайдаланыңыздар. Мен бұл жерде өзім уже осыны жасап үйреніп қалғаннан кейін ешқандай масса отырмайтындай етіп араластырып осылай үлгеремін. Сондықтан сіздер міндетті түрде өткізіңіздер. Осылай барлық ұнды бөліп отырып 3-4-ке бөліп отырып саласыздар. Сосын лопаткамен осылай астынан үстіне қарай осылай араластырасыздар. Және де миксермен араластырмаңыздар және қатты араластырмаңыздар. Себебі масса отырып қалса, сіздер бисквиттеріңіз көтерілмей қалатын болады. Мінекей, міне қарасаңыздар, мен ұнды уже 4 рет 5 рет бөліп отырып салдым. Сол кезде мінекей қоймалжың масса шығады бізде. Осылай пергамент қағазын төсеп, формамызды қойып, ішіне енді салатын боламыз. Міндетті түрде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 140 градуста 45 минутқа пісіретін боламыз осы бисквитімізді. Қыздар, өте сақ болыңыздар. Пештің есігін қашан 45 минут болғанша ашпайсыздар. Осылай кішкене сілкілеп жібересіздер. Астына пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Мінекей біз пеште піскеннен кейін де 10 минутқа дейін бисквитті шығармаймыз пештен. 10 минут өтті. Мінекей 10 минут өткеннен кейін барып осылай шығарып, жан-жағын осылай кесіп, міндетті түрде осындай решеткада суытыңыздар, қыздар. Міндетті түрде. Әйтпесе сіздерде уже бисквиттеріңіз шикі болып қалады. Қараңыздар, мінекей осындай көлемде болады. Біз осы бисквитті 3-ке бөліп барып, арасына крем жағатын боламыз. Сондықтан мінекей ең бірінші бисквитімізді жақсылап пісіруді үйренуіміз қажет болады. Осы мен айтылған нәрселердің барлығын сақтап жасасаңыздар, сіздерде осындай болып